Суыр неге бетін басып жылайды? Баяғыда бір дүние қоңызбай жерге тоймай, кедейдің жерін алғысы келеді. Ол кедейге: түнде түс көрдім, түсімде ғажап іс көрдім. Құдай маған осы жерді сыйлады, дейді. Бұны естіген кедей байғұс шыр-пыр болып: бұл жер ата-бабамнан қалған мирас, әділ Құдай қалайша саған береді, дейді. Бай: сенбесең, ертең жеріңе барып, Тәңірден айқайлап сұраймын. Жаратқан байдікі деп айтса, маған бересің. Егер сенікі десе, өзің аласың, дейді. Кедей амалсыз көнеді. Түнде бай кедейдің жерінен үңгір қазып, ішіне қызын жасырады да: ертең бұл жер кімдікі деп 3 рет айқайлаймын, сен байдікі деп жауап бер, деп үйретеді. Бай ертесіне жұртты жиып, кедейдің жеріне келеді. О Тәңірім, бұл жер кімдікі деп 3 рет сұрайды. Қызы: байдікі, байдікі, байдікі деп 3 рет айғайлайды. Кедей бұған нала болып, жерін тастап кетіп қалыпты. Бай кешке үңгірдегі қызын шығарып алайын деп келсе, ол беймәлім хайуанға айналып кетіпті. Үңгірден шықпай, ін қазып қаша жөнеледі. Бай қайғыдан қан жұтады. Үйіне оралмастан дала кезіп, қызын іздейді. Әлгі мақұлықты көрсе, суыр, суыр, суыр деп айғайлайды екен. Мұнысы қызымды суырып шығарып бер деген сөз екен. Мақұлық содан бері суыр атаныпты. Аңшылар суырды ұстағанда, ол 2 қолымен бетін басып, қиянатына өкініп жылайды екен. Қолын маңдайына қойып жол қарайтыны әкесін іздейді екен. Кез келген жамандықтың бір кесепаты бар деген сөз осыдан қалыпты. Қымбатты достар, менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.